Қуыс кеуде 2 бөлім, ғылымның құлдырауы 35 бет. Бір заманда ұлтшыл ғұламалардың ерен еңбегімен құрылған ғылым академиясы кекшіл автократ басшының кесірінен жай ғана адами фактормен жабылып қалды. Осы оқиғаға орай жазылған ақпараттарды сараптайтын болсаңыз, әңгіменің нобайы мынаған келіп тіреледі. Автократиялық билікке көзі ашық ғалымда, тәуелсіз діни қайраткер де керек емес, амбициясы күшті бизнесмен де керек емес, теңдікті талап ететін көзі ашық халық та керек емес, білімді жастар да керек емес. Авторитарлы режимнің бірақ мақсаты бар: халықты тобырға айналдырып, армансыз қанап, билігін шексіз соза беру. 1996 жылы біздегі ғылым академиясы тым тәуелсіз болатын. Салық Зиманов сияқты ойын бүкпесіз айталатын қаһарман ғалымдар бар еді. Бұл Назарбаевтың қитығына тиді. Себебі кейбір мәселеде академияның жиналысына қатысып, солармен санасуға мәжбүр болды. Бірде академияның жаңа президентін сайлайтын кезде Назарбаев режимі өзіне қолайлы бір ғалымды басшы етіп тағайындағысы да келген. Академияның кезекті жиналысына өзінің үміткер адамын апарғанда академиктер оның кандидатын менсінбей, президенттің көзінше өздеріне лайықты бір тұлғаны бекітеді. Бұл жиналыс жайлы академик Хангелді Әбжанов Азаттық радиосына берген сұхбатында бүйдейді. 1996 жылы президент Назарбаев академияның кезекті сайлауына қатысты. Ол академияның басшысы қызметіне Өмірбек Жолдасбековты ұсынды, ал ғалымдар бұл орынға Кенжеғали Сағадиевтің кандидатурасын қолдады. Үміткері сыннан өтпеген соң Назарбаев ғалымдарға кінә тағып, сендер академияның жарғысын бұзып, Сағадиевті өткізіңдер, ол академик емес, жай ғана корреспондент мүшесі деді. Сол кезде Салық Зиманов оған қамжеме, ұзамай Сағадиевті де академик етіп сайлаймыз деп жауап берді. Ғылым академиясының айтқанға көніп, айдауға жүрмейтін тік мінезі Назарбаевқа ауыр тиді. Артынша академияға қаһарын төгіп, таратып жіберді. Осы шағын диалогқа қарабақ, Зиманов пен Назарбаевтың арасында текетірес басталғанын байқайсыз. Заңгер ғалымның тістеніп отырған себебі, Назарбаев содан 1 жыл бұрын конституцияны өзгертіп, шексіз билікке қол жеткізетін тиімді баптарды ата заңға енгізген еді. Кекшіл президент осы қылығы үшін заңгер ғалымды оңдырмай жазалады. Академияның жабылуы неге әкеліп соқты? Қазақстандағы білім мен ғылым саласы күрт құлдырап кетті. Ғылым академиясының деңгейі қарапайым қоғамдық бірлестік ретінде ғана құрылды. Яғни қатардағы қоғамдық бірлестіктерден еш айырмасы болмады. Ойды нақтылау үшін мынадай мысал берейік. Бұрын қалай еді? Бұрын ғылым академиясын құру үшін ең кемі 3-4 академик болуы шарт еді. 1940 жылдары Қазақстанда тек Қаныш Сәтпаевтың ғана академик деген атағы болды. Ол ұлттық академияны құру үшін тағы да 2 академик іздейді. Іздегенге сұраған деген, сол кезде 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып, Мәскеу мен Петербордағы ғалымдар Алматыға уақытша эвакуацияланған еді. Қаныш солардың арасынан Кассин мен Русаков деген 2 академикті Қазақстанда қалуға әрең көндіреді. Олардың бала шағасын да Алматыға алдырып алады. Басшылықтың есігін жағалап жүріп, 2 академикке уақытша баспана береді. Осылайша Қазақстанда өзімен қосқанда 3 академик пайда болды. Яғни ғылым академиясын құруға шарттары толық жетіп тұр. 1945 жылы Қаныш Мәскеуде 1 айдай жүріп, орталық комитет пен СССР ғылым академиясының мөрі басылған таңбалы қағазды алып қайтты. Сөйтіп 1946 жылы өзі армандаған академияны ашты. Қазір қалай? Қазір қарапайым 3 адамның төлқұжатын ұсынып ақ бірлестік аша беруге болады. Тіпті бірлестіктің атын
академияның академиясы, нағыз академия, шынайы академия деп жазсаңыз да ешкім қой демейді, өз еркіңіз. Сол себеп болды ма артынша қоғамдық бірлестік негізінде құрылған 29 академия пайда болды. Оның 10-ға жуығы өзіне ұлттық деген атауды жалғап алған. Бұлардың көбінің негізгі мақсаты коммерция. Сондықтан бұлар белгіленген қаржыны төлесеңіз, әп-сәтте сол бірлестіктің академигі болып шыға келесіз. Яғни қолыңызға академик деген құжатты ұстата салады. Бірақ бірден айтайық, бұл құжаттардың ешбірі шетелдік ғылыми ортада мойындалмайды. Әрі кетсе, тойда мақтануға, құда күтуге арналған жиындарда мәртебелі болып отыруға ғана жарайды. Тіпті десеңіз, Қаныш Имантайұлы құрған бұрынғы ғылым академиясының қазіргі академиктері де шетелдік ғылым ортасында мойындалмайды. Себебі статусы жоғарыда айтқандай бірлестік. Мүмкін содан болар, бұл ғылым академиясында да академиктер саны соңғы 20 жылда күрт өсті. Қазір бұл академияда 163 академик, 75 қор мүшесі бар екен. Яғни үміткер академиктердің саны 75. Енді статистиканы Өзбекстанның ғылым академиясымен салыстырайық. Мұнда 65 академик бар. Ғылым академиясы әлі күнге дейін өз беделін сақтаған, біздегідей саясаттың құрбаны болып тарап кетпеген. Мұндағы академиктер тізіміне үңілсеңіз, 65 академикте ғылым жолында жан беріп, жан алысқан, көз майын тауысқан кәнігі ғалымдар. Тізімде бірде-бір саясаткер немесе шенеунік жоқ. Ал Қаныш Имантайұлының өлермендікпен құрған академиясына 2003 жылдан бастап шенеуніктер академик бола бастады. Министрлер, әкімдердің бала шағасы, тіпті президент Назарбаевтың өзі қыздарымен бірге осы академияға мүше болып алды. Академиктер қамыстай қаулаған соң Назарбаев көп академиктің бірі болып қалды. Жағым бастықтың жалауы желбіреп тұрған заманда автократ басшыны көппен теңестіру қылмысқа пара-пар еді. Сондықтан жағымпаздар армиясы президентке әлемде жоқ жаңа атақ алып берудің жолын іздеді. Бұл міндетті академияның қазіргі президенті Мұрат Жұрынов абыроймен алып шықты. 2011 жылдың 1 желтоқсан күні Нұрсұлтан Назарбаевқа ғасыр ғұламасы деген атақты салтанатты түрде табыс етті. Мұндай атақ Аристотель мен Әл-Фарабиде болмаған. Тіпті 80 миллион халқы бар Түркияның өзінде бар жоғы 100 академик бар. Академик сияқты салмағы ауыр атақты көп адамның алуы жақсылықтың нышаны емес, керісінше олар табиғи жолмен сұрыпталып шыққан аз санды болған сайын ғылымның өркендеуіне жол ашыла береді. Жалған академиктер қоғамды қараңғылыққа батырады. Қарапайым ғана екі мысал береміз. Біріншісі терминология саласы. Орыс тілінде орнығып қалған іс қағаздарына байланысты терминдердің қазақша баламасы қалай болады? Аударылған терминдердің соңғы нүктесін кім қояды? Ең жоғарғы инстанция кім? Ғылым академиясы үкіметке тәуелді болмайтын елдерде бұл проблеманы академиктер шешеді. Бізде мұндай мәселеге бір кездері Назарбаевтың өзі де араласа беретін. Мысалы, балама аудармасы 30 жыл бұрын шыққан музей, композитор, архив, фортепиано сөздерін қайтарыңдар деген күңкілдеп отыратын. Әйтпесе бұл сөздердің баламасы 1970-80 жылдары мұражай, сазгер, мұрағат, күйсандық деп аударылып қойған еді. Әлемдегі тілдің бәрі ортақ заңдылықпен дамиды, олар көршіден де сөз алады, жаңадан сөздер де жасап отырады, жаңа туған сөздер синоним ретінде қатар қолданыла береді. Балама сөздер көбейген сайын тілдің қарымы да күшті болады. Қазіргі қазаққа
Математика пәніндегі қазақша терминдер озалдан бар сияқты көрінеді. Шындығында алгебра оқулығындағы алу, қосу, бөлу, көбейту, тең, теңдеу, түбір асты дәрежесі, мәселе есеп деген сияқты тағысын тағы толып жатқан терминдерді Қаныш Сәтбаев 22 жасында студент кезінде ауылында жатып жазып тастаған. Дәл сол сияқты қазіргі қазақ ана тіліндегі филологиялық терминнің бәрін әлімсақтан бар сияқты қабылдайды. Шындығында соның бәрін бір ғана ғалым осыдан 100 жыл бұрын қуғын сүргінде жүріп-ақ шығарып тастаған. Мысалы, жалаң сөз, жайылма сөз, түбірі сөз, жалғау, етістік, есімдік, септік, одағай, шылау, қалаурай, бұйрықрай, сөз шырайы, осы шақ, келер шақ, өткен шақ, үндестік заңы сияқты терминдерді Ахмет Байтұрсынұлының өзі-ақ құрап шықты. Екіншісі, кирилл алфавитінен латын әрпіне көшу мәселесі. Бұл сауал 1992 жылы ортаға тасталған. Содан бері 30 жыл талқыланып жатыр. Назарбаев кезінде дүркін конкурс жарияланып, латын әліпбиінің бірнеше нұсқасы көпшілікке ұсынылған. Тіпті латынның ең соңғы нұсқасы деп ғалымдар пәтуа берген соң, Назарбаевтың өзі бір емес, екі нұсқасына қол қойған. Назарбаев дәуірінде ғылыми атақ алу өмірдің мәніне айналды. Яғни академик пен доктор атанбаған шенеунік өзін кембағал, бейшара сезінетін болды. Университеттегі ұстаздар шамасы келсін, келмесін, PhD дипломын алуға ұмтылды. Тереңге бармай-ақ 50 жыл әрідегі тарихқа үңілсеңіз, академик және доктор атану табиғи түрде болатын процесс. Оны логотерапия ғылымында ырықсыз эффект деп атайды. Оның мәні мынау: адам бұл дүниенің шегіне сыймайтын ғайыптан магнит сияқты өзіне тартып тұратын объективті бір мәнге автоматты түрде тартылып тұрады. Осы тартылысын қосымша күшейтіп, мәнмен қауышу үшін өнер мен ғылымның 7 атасын меңгереді. Мәннің сәулесімен ұшырасқанда, оның түсіне де кірмеген ғылыми атақтың бәрі мән іздеушіні өзі іздеп табады. Оның дәлелі Қаныш Сәтбаев. Ол Томскіде геология институтында 4 жыл оқып, бакалавр дипломын ғана алған. Оның арманы ғалым атанып, атақ шығару болмаған. Есіл дерті Қазақстанның жер асты байлығын іздеп тауып, өз жұртын сауатты һәм бақуатты өмір деңгейіне жеткізу болған. Қарсақбайға барған алғашқы жылдарының дені барлаумен өткен. Атқа мініп, айналаның бәрін жолбасшымен шолып жүрген. Сол кезде мәлім болған ақпараттың бәрін ғылыми мақала етіп, ғылыми журналдарға жариялай береді. Сөйтіп жүріп, Жезқазғандағы мыс бассейні мен марганецтің мол қорын тауып, Қазақстанның ғана емес, СССР-дің де экономикалық қуатын арттырады. Оның жанкешті еңбегі мен өндірген ғылымына қарап, Мәскеу мен Ленинградта отырған академиктер Қаныш Сәтбаевқа бар ғылыми атақты тергемей, тексермей, ешқандай емтихан алмастан бере салған. Өз кезегінде Қаныш Сәтбаев та қарап қалмаған. Академия президенті болып отырған кезде қол астындағы нағыз ғалымдардың бәріне ғылыми атақты өзі үлестірген. Себебі ол ғалымдардың арманы атақ шығару болмаған. Олардың бәрі қараңғы халықты ғылыммен ағартып, қазақ жұртын өркениетті елдердің қатарына қосу болған. 1953 жылы екінші қудалау кезеңі басталғанда Қаныш академиядан қуылып Мәскеуді барып паналайды. Сол кезде Мәскеудегі басшылар оған қызмет істеймін десең, мынадай қызмет түрлері бар деп ірі институттардың басшылығын ұсынады және Мәскеуден пәтерді таңдап ал дейді. Қаныш бұл ұсынысты
қабыл алмайды. Одан гөрі Қазақстанда қарапайым барлаушы болғаным жақсы деп қайтып келеді. Қазіргі прагматик жастардың көзқарасында Қаныш Сәтбаев ел үшін деген иллюзияға беріліп, керексіз қиындыққа шатылған қарабайыр ұлтшыл сияқты көрінеді. Бірақ сау ақылмен ойласаңыз, Қаныштың сол кездегі ұлтшылдығы мен жанкешті еңбегінің шарапатынан Қазақстанның қазіргі экономикасы әліге дейін жұмыс істеп тұр. Егер Қаныш болмағанда Жезқазған өңіріне күрделі инфраструктура сол күйі бармаған болар еді. Академия азған соң оларға байланып тұрған университеттер, институттар, тағы басқа оқу орындары кері кетті. Одан кейінгі сатыда тұратын ғылым докторларда сыбайлас жемқорлықпен ғылыми атақ ала бастады. Бұдан соң олардың ізін басып келе жатқан магистрлер мен бакалаврлар қараусыз қалып бетімен кетеді. Қазақтың қараңғы жылдары. Ғылым ордаларының былыққа батуы бұқара халықтың арасында былай көрініс береді. Экзистенциялық анализ бойынша адам табиғаты бұл дүниенің шегіне сыймайтын ғайыптағы бір мәнді іздеп тұрады. Классикалық түсінік бойынша бұл ізденісті сәтімен жүзеге асыратын институт дін институты. Өкінішке қарай, діни институттар саяси режимінің ықпалына түскен соң өзінің міндетін дұрыс атқара алмайды. Оны алмастыруға ғылыми қабілетті ғылыми институттар болатын. Оларда тоғыраған соң әр пенде өз білгені бойынша ізденіп кетті. Әсіресе жасы 40-тан асып, орта жастағы рухани күйзелісті бастан кешіп жатқан буын экзистенциялық фрустрацияға төзе алмайды. Қуыс кеуде дерті шыбын жанын шырқыратып қысқанда жанын қоярға жер таппай, не болса соған сене беруге дайын тұрады. Қоғамда эзотерикалық ілімге деген сұраныс шырқау шегіне жетеді. Осы кезде ауадан ақша жасайтын алаяқтар адам миына сыймайтын неше түрлі сорақы ұсынысты алдыңа тоса қояды. Яғни нарық заңы бойынша сұраныс болса, ұсыныста табылады. Енді алаяқтардың мән табуға септесетін ілімдерінің түріне қараңыз. Олар 2015-2016 жылдан бастап жұрттың санасын жаппай шатастыра бастады. Мысалы, чакра ашу, жасыл нәски киіп табысқа кенелу, қызыл жіп сатып алып жолын ашу, әмиян сатып алып байлыққа бату, аффирмация жасап түп санаңды тазалау, тікелей эфирде отырып бата сату, қажылықта тұрып саған тілек тілеу, Каспи арқылы ақша аударып жұмақтан орын алу, сауапқа кенелтетін тәспі мен жайнамаздың да түрі сатылды. Бала кездегі психикалық жарақаттан жолың болмай қалды, ата-бапаң қарғысқа ұшырап, оның кармасы сенің өміріңе әсер етеді, одан құтылудың мынадай жолы бар деп түрлі әдістерді коммерцияға айналдырды. Жол ашатын, байлық келтіретін, үйде ұрыс болдырмайтын дұға мен сүрелер де сатылып жатты. Әулие аралап әруақпен сөйлестіретін тур бизнестер де пайда болды. Белгілі сомасын төлесең, Кенесары, Шәкәрім, Яссауи, Әлихан сияқты танымал тұлғалардың рухымен тілдестіріп береді. Немесе өткен өміріңде кім болғаныңды айтып береді мыс. Яғни реинкарнация деген коммерциялық жаңа бір жоба нарыққа кірді. Осы оқиғалар қараңғы түнекке толықтай батқан орта ғасырдағы Европаны еске салады. Ол кезде де діни шіркеудегі діндарлар қараңғы халыққа оны арнайы мөр басылған құжатпен жұмақтан орын сатып шылқып байыған. Бұл тарихта индульгенция деген атпен қалған. Егер осындай надандық тоқтау көрмей қарқын алып кете берсе, қазақ қоғамы әлемдегі ең қараңғы, ең надан қоғамның қатарына ілігеді. Оны мынадай көрсеткіштерге қарап та байқауға болады. Әлемдегі сапалы білім берудің 2020 жылғы статистикасы бойынша Қазақстан 93 елдің ішінде
62-ші орынға құлаған. Көршілес Өзбекстан мен Қырғызстаннан да артта қалып қалған. Әйтпесе қазақ ғалымдары 60-шы жылдары ғылымды зерттеу және айналымға енгізу бойынша СССР елдері ішінде 2-ші орында тұрған еді. 1980 жылы 1000 адамға шаққанда Қазақстандағы студенттер саны басым болып, СССРде 1-ші орынға шыққан. Надандықтың ауа жайылып кетуіне мүмкіндік бермей, үнемі оны жөргегінде жаншып тастап отыратын орта ғылыми институттар. Сондықтан бұқара халықтың жаппай надандыққа ұрынып, қуыс кеуде дертіне шалдығуына ғалымдар тікелей жауапты. Осындай заңдылықты білген дамыған елдер жалпы ішкі өнімнің 4-5% академиялық ғылымға салады. Мұндай мол көлемдегі ақша ғалымдардың тәуелсіз мақамда армансыз ғылым өндіруіне жол ашады. Сондықтан да ғылым саласына жалпы ішкі өнімнен мол үлес беретін елдердің халқы әмәнді, сауатты болады. Ал Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің 0,1% ғана ғылым өндіруге бөлінеді екен. Осының себебінен болар тәуелсіздік алған жылдан бастап Қазақстандағы ғалымдар саны 2 есеге азайған. 1991 жылы 40 000 ғалым болса, енді 22 000 оннан 6 000 ғалым қалған. Қазақ қоғамының барлық тараптан шамадан тыс наданданып кетуі үкіметтің де үрейін ұшырса керек. 2023 жылдың наурыз айында президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2001 жылы таратылған ғылым академиясын қайта құру ісін қолына алды. Жалған академиктердің көбейіп кеткені Қасым-Жомарт Тоқаевтың да күдігін күшейткен. Президенттің айтуынша, ол академиктердің ғылымға үш қайнаса да сорпасы қосылмайды. Олар керісінше қаныш құрған академияның абыройына шіркеу болып жабысқан. Енді жалған академиктерден ғылымды тазалап, нағыз ғұламалардың жалақысын жоғарлату ісін қолға алды. Бұдан былай ғылым академиясы президентке тікелей қарасты болады. Қазіргі президенттің бұл уәдесі қаншалықты жүзеге асатынын уақыт көрсетеді. Жүзеге асса, қазақ халқы сауатты жұрттың санатына қайтадан ілігеді, немесе тағы да кері кетеді. Мемлекеттің төбесінде отырған ғылым академиясы шөккен соң, төмендегі мектеп саласы да балшыққа батады. Мынадай фактілерге назар аударыңыз. Әр қазаққа ыстық көрінетін әліппе оқулығы 2015 жылы мектептен аласталды. Оның орнын сауат ашу оқулығы басты. Бірақ бұл екі оқулықтың өзіндік тарихы бар. Әліппе атауын Қоңырқожа Қожықов қойған еді. Осы мазмұндас тағы бір еңбекті Ахмет Байтұрсынұлы оқу құралы деп атады. Бұлар 6 жасар баланың әріп танып, ғылым жолына түсуіне қажетті бірінші қадам саналатын. Ал сауат ашудың тағдыры былай болған. Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсірепов екеуі 1934 жылы колхоздағы әріп танымайтын малшы, сауыншы, қойшы, екінші аспаздарды қара танитын деңгейге көтеру үшін жасаған. Оқулықтың атын сауат ашу немесе сауатсыздар әліппесі деп атаған. Кейін халық жаппай сауаттанған соң, бұл оқулықтың қажеті болған жоқ. Министрлердің мазағы ма, әлде тағдырдың тәлкегі ме, осы сауат ашу оқулығы 2015 жылы әліппені алмастырып, қазақ қоғамына қайта оралды. Ұстаздар қауымы 2021 жылы ғана әліппені қайтарып алды. Осындай мағынасыз ауыз түйістің бәрі халықты надандастырып, өмірдің мәнін күңгірт жағдайға түсірді. 2022 жылға дейін Қазақстанда мектеп оқушылары бірінші сыныптан бастап
үш тілде қатар оқуға мәжбүр болды. Бала психологиясын зерттейтін ғалымдар мұндай әдістің бұрыстығын айтып қанша рет дабыл қақса да бірде-бір шенеунік оған құлақ асқан жоқ. Негізгі себебі ондай тақырыпты профессионал деңгейде түсініп, сараптама жасауға қабілетті мамандар қалмаған. Есі дұрыс елдің бәрінде мемлекеттік тілді ана тілі деңгейінде үйретеді. Қосымша тілдер бала есейгенде жасына қарай жалғанып отырады. Орыс тілі мен шет тілін туа бітті үйретемін деген кей ата-аналар 6 жасар баласын ағылшын тілі үйірмесіне береді. Дүниені ана тілінде қабылдап үйренбеген балаға шет тіліндегі ұғымдарды миына сыйғызу ауыр азап саналады. Осындай азаптан мезі болған баланың білімге деген ынтасын жанбай жатып сөнеді. Әдетте көкірегі ұлттық нақыштағы рухани, мәдени құндылыққа толған балалар шет тілін 14-15 жасынан бастап меңгеруі тиіс. Біріншіден, шет тілін қызығып үйренеді, әрі тез меңгереді, білімге деген ынтасы артпаса кемімейді. Саяси тоқырауға ұшыраған үкіметтің осы еселаң реформасы оқушыдан бөлек мұғалімдер қауымына да оңалмастай соққы берді. Мектептегі барлық пән мұғалімдері бүкіл сабақты ағылшын тілінде беруге мәжбүр болды. Әдетте шет тілінде еркін сөйлеп, дәріс беретін деңгейге сол саланы тереңдетіп оқитын профессионал мамандар ғана қабілетті болады. Ал өмір бақи ана тілінде сөйлеп келе жатқан мұғалімдерді айналдырған 3 ай каникулда 2 апталық курстар арқылы ағылшын тілінде сайратып қоямыз дегені сау ақылға қонбайтын реформа. Бұл есалаң реформатор Қазақстанды 2-ші Англияға айналдырып жіберуге сәлақ қалды. Егер Құран аятының шындығына жүгінсек, жаратушы хақ адамдарды әдейі әртүрлі халық етіп алуан тілде сөйлесін деп жаратқан. Себебі жаратушы Алла біртектілікті емес, алуандықты ұнатады. Олай болса, Құдай жаратқан қазақ халқының болмыстық табиғатын, ана тілін, мәдениетін қолдан қиратып, қасақана ағылшынға айналдыру деген күнә мен қылмыстың атасы саналады. Қазақы түсінікке салсаң, бұл реформаторларды әруақ атты деуге болады. Осыған дейін бүкіл өмірін қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, қазақ руханиятының өз қалпында өсуін, өркендеу жолында өмірлерін сарп қылған әулие ишандар мен алаш арыстарының арманын аяққа таптады. Күйреу схемасы өте қарапайым. Билік бір ғана адамның қолына шоғырланып, жеке меншікке өтіп кеткесін, мемлекеттің қойны қонышын жемқорлық жайлайды. Жемқорлық ғылым мен білім саласына ұрған кезде келтірген зарары шамадан тыс орасан болады. Мына фактіге назар аударыңыз. Министрлер мектеп кітапханасы деген объектіні мүлде ұмытып қалған. Соңғы 33 жылда тәуелсіз Қазақстан билігі бірде-бір мектептің кітапхана қорын жаңартпаған. Бұл проблема биыл ғана министрлікте ақырын айтыла бастады. Бұл деген сөз бүкіл мектеп атаулы СССР кезіндегі колхоздастыруды уағыздаған советтік идеологиямен суарылған кітаптармен қоректеніп келді деген сөз. Жалғанбай қалған тізбек. Қазақ қоғамының үмітсіздікке малтығып, келешегін көре алмай, қуыс кеуде дерті мен нигилизмге ұрынуының бір себебі өзінің тарихи фонын дұрыс көрмеу. Соңғы 20 жылда біздің ішкі саясат кері айналды. Үкімет басшылары бүкіл ұлт пен ұлысты қазақ тілі мен мәдениетінің маңайына ұйыстырудың орнына ыдыратумен шұғылданды. Сол мақсатта қазақстандық деген жаңа ұлт жасауға кәдімгідей қаржы бөліп біраз еңбек жасады. Аты жөні қазақша, тілі орысша, киімі арабтық, мәдениеті америкалық,
діни танымы салафиттік, тарихи трайбалистік деңгейдегі дүбәративтер пайда болды. Бұның басты себебі тарихи фонның мүлде көрінбеуі және үзілген тарихи тізбектің қайта жалғанбауы. Алматы мен Астанада өмір сүретін жас қазақ өзінің мәдени идентификациясын анықтай алмайды. Ата-бабасының кім болғанын, қандай мемлекет құрғанын, алаш арыстарының қандай мұраттың жолында жан бергенін, ана тілімен ескіден жеткен діни тәжірибенің қаншалықты маңызы барын сол күйі түсінбейді. Мұндай теріс саясатты СССР кезінде коммунистер жүргізген. Олар ұлт деген ұғымды жойып, орысша ғана сөйлейтін совет азаматы деген жаңа тип ойлап тапқан. Совет адамы үшін бүкіл өркениет Ленин жүзеге асырған қазан төңкерісінен басталады. Ол үшін 1917 жылға дейінгі төл тарихының түкке де маңызы жоқ. Коммунистік партияның тарихы мен бюро мүшелерінің аты жөнін жатқа білсең, шылқып өмір сүресің. Оның түсінігінде ең ақылды адам орысша сөйлейтін адам. Қазақстанда 1991 жылы тәуелсіздік алған соң бірден советтік таным мен түсінікті талқандау үшін отарсыздандыру саясатын жүргізуі керек еді. Коммунист басшыларының ескерткіштері түгел құлатылып, олардың атына берілген ел, жер, су атаулары тарихи есіміне оралу керек болған. Тарих қайта жазылып, билік қазақша сөйлеп, дін өзінің ескіден келе жатқан діни тәжірибесімен қабысып, мәдениет 1000 жылдық тамырына жалғануы тиіс еді. Өкінішке қарай Назарбаев дәуірінде бұл істің бірі де біткен жоқ. Керісінше совет адамына айналып кетуге аз-ақ қалдық. Адамның өмірге құштарлығын терең зерттейтін ғалымдар мынадай сырды білген. Ақылды адам мағыналы өмір сүрген кезде өткен тарихқа терең назар салады, бүгінін асықпай саралайды, сосын барып келешекке қайраттана көз тігеді. Өткен тарихқа терең назар тіккенде ол нені көреді? Ол баянды мен баянсыз құндылықты байқайды. Өлгенше серік болатын мәңгілік құндылықтар өткен ғасырдың қойнауынан қазіргі дәуірге ұдайы сәтімен сүзіліп шығады. Өте өміршең келеді. Ал жылт еткен жылтырақтар ғасырлар қатпарында ақмақ адамдардың сүйегіне таңба салып, тарихта қара бет атандырады. Өткен тарихтан мәңгілік құндылықты сүзіп алған халық бүгінгі ісіне де бекем болады. Кейінгі ұрпаққа да сол құндылықты мирасқа қалдыруға барын салады. Осындай мәдени майданға қорықпай араласқан парасатты пенделер мейлі ұзақ, мейлі қысқа ғұмыр кешсін, оның өмірі өшпес мұраға айналады. Қазақтың сорына қарай Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылы мәдени майданда бірден жеңіліске ұшырады. Бұған дейін бұл саладағы позицияны 1960 жылдан бастап 30 жыл бойына үйінің бетін көрмей, малымен де, жанымен де қорғап келген Өзбекәлі Жәнібековті президент Назарбаев 1991 жылдың тамыз айында «Өзеке, сіз 60-қа толдыңыз, заң бойынша зейнетке шығуға міндеттісіз. Заңның алдында бәріміз бірдейміз. Көп ұзамай мен де 60-қа толғасын билікті өткізіп, зейнетке шығамын» деп құрметті демалысқа шығарып салды. Содан бастап мәдениет министрлігі Өзбекәлі сияқты парасатты басшыға жарыған жоқ. Ал Өзбекәлі өз кезегінде айтыс өнерін тірілтті. Наурыз мерекесін қайта әкелді. 1989 жылы 5 арысты ақтап кітаптарын шығарды. Қазақ фольклор ансамбльдерін құрды. Арнайы Мәскеуден маман шақыртып қазақ биін дамытты. 1978 жылдан бастап Түркістандағы Әзірет Сұлтанның кесенесіне реставрация жасатты. Эрмитажда жатқан тайқазанды Түркістанға қайта алдырды. Орталық музейді жаңа ғимаратқа көшірді. Bir жола құруға айналған ұлттық аспаптардың бәрін тірілтіп, ансамбльге қостырып,
ұлт аспаптар музейі деген жеке музей ашады. 1989 жылы орталық комитеттің үшінші хатшысы болып отырғанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алуына тікелей ықпал етті. Ол қандай қызметке барса да ең бірінші қазақтың ұлттық мәдениетін дәріптейтін өнерпаздарды баспанамен қамтамасыз ету деген жауапкершілігін бір сәтке де ұмытпаған. Тіпті 1960 жылдардың өзінде халықаралық фестивальдерде қазақ мәдениетінің жеке дара насихатталуына тікелей атсалысты. 1991 жылдан бастап осы жетістіктің бәрі кері кетті. Айналдырған 10 жылдың ішінде ұлттық мәдениетті дәріптейтін өнерпаздар екінші сортты адамға айналды. Үкіметтің өзі классикалық мәдениет мәртебесін европалық өнер түрлеріне берді де дәстүрлі мәдениет деп қазақтың ән, күй, би өнерін жетім баланың деңгейіне түсірді. Бір ауыз қазақша білмейтін шенеуніктер мәдениет министрі болып тағайындала беретін, ал мемлекеттік тілдің стратегиясын бекітетін комитеттің басшылығында қазақ тілін білмейтін басшылар оңай басқаратын. Осы кезде қазақ мәдениетінің құлдырағанын мынадан біліңіз. Барлық телеарналар күндіз орысша ақпарат таратып, түнгі сағат 3-те қазақша концерт беретін. Бұған дейін қазақ жұртын өткен дәуірдің құнды қабаттарына жыраулар мен күйшілер және дәстүрлі әншілер жалғап тұратын. Олардың бәрі сахнадан ысырылып, эфирлерден аласталған соң, бүкіл телеарналар мен радио толқындары ешқандай талғамның талабына сай келмейтін эстрада әншілері жаулап алды. Мемлекеттік іс-шаралардан жырау мен күйшілердің рөлі азайды. Олардың орнын Ресейдің екінші сортты әнші сымақтары басты. Европада өтетін Қазақстанның мәдениет күндерінде қазақтың жыраулық төл мәдениетін апарудың орнына опера мен балетті насихаттайтын абсурд пайда болды. Мынау біздің өнеріміз еді деп Италия сахнасында опера мен балеттен көрініс қойып, талай сынға да қалды. Депутат Абзал Құспанның пікірі: 2023 жылдың сәуір айында мәжіліс депутаты Абзал Құспан осы мәселені көтеріп бүйдеді. Кез келген мемлекет бірінші кезекте өз елінің ұлттық мәдениетін, өнерін, әдебиетін қызғыштай қорғайтыны заңдылық. Мен кеше Қазақстан Республикасының мәдени саясатының 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын, яғни концепциясы мен Қазақстан Республикасының мәдениет туралы заңын зерделеп шығып, мынадай қорытындыға келіп отырмын. Бұл заң актілеріне қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен ұлттық өнері туралы концептуалды дүниелер көрініс таппаған. Болашақта оларды насихаттау, дамыту шаралары мүлде қарастырылмаған. Мысалы, домбырада күй орындау мен айтыс өнері ЮНЕСКО-ның шешімімен бейматериалдық мұралар тізіміне енгізілді. Алайда ЮНЕСКО тізіміне енген екі өнер саласына қатысты 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдама мен мәдениет заңында бірде-бір норма жоқ. Есесіне, заңда балет бишілері, олардың айрықша статусы туралы жазылса, тұжырымдамада мектеп жасындағы балаларды балет пен операға апару арқылы олардан мәдениетті тұлға қалыптастыру көзделген. 2022 жылы Қазақстанда оқушының мәдени нормативі деп аталатын құжат қабылданған екен. Сол жерде сөзбе-сөз осылай жазулы тұр. Және бір мысал: бізде жырдың ондаған түрі бар. Өңірлерге байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Олардың ішінде көне заманнан келе жатқан жырлардың жөні бөлек. Көршілес қырғыз елінде Манас эпосы туралы арнайы заң бар. Ал Әзербайжанда халықтың фольклоры мен кілем тоқу өнерін қорғау және дамыту туралы заңдар қабылдап тастаған. Біздің заңнамада жыр, жырау, жыршылық, жалпы қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен өнеріне қатысты бір ауыз сөз жоқ. 20 ғасырда қазақ халқының мәдени жүйесіне үш түрлі мәдениет:
Дәстүрлі, отаршыл, батыстық мәдениет әсер еткені тарихтан белгілі. Өкінішке қарай, батыс мәдениеті еліктеу, сол жолда өз дәстүрлі мәдениетінен жирену әлі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Европа елдерінің одағы тек қана өздерінің ұлттық мәдени мұраларын сақтау әрі дамыту бағытында 400-ден астам құқықтық және нормативтік актілер қабылдаған екен. Неге біз Европаның басқа нормаларын қабылдағанда осындай игілікті жағын қабылдамаймыз? Республикалық театрлардың жағдайын зерделеп шыққанда байқағаным мынау: бұл жерде де сандарға көшпес бұрын мәдениет саласындағы шенеуніктер қалыптастырған өнерге қатысты екі ұғымға түсініктеме бере кетейін. Олар дәстүрлі және классикалық өнер туындылары деп аталады. Осы бір бейресми түрде болса да санамызға әбден сіңіп қалған екі терминге сәйкес дәстүрлі деп қазақ халқының ұлттық өнерін, немесе басқа халықтардың ұлттық өнерін, классикалық деп батыс елдерінің өнер туындыларын түсінетін болдық. Республикалық театрларға 2023 жылдың қаражат бөлінуіне назар аударайық. Астана қаласында орналасқан Астана опера театры мен Астана балет театрына бөлінген қаржыға қалған қазақ, орыс, ұйғыр, неміс ұлттық театрларының бәріне бөлінген қаражатты түгел қоссақ та жетпейді. Неге? Өйткені алдыңғы екеуі классикалық, яғни батыс өнеріне жатса, қалғандары соның ішінде қазақ театрлары ұлттық дәстүрлі өнер қатарына жатады. Мысалы, Астана опера театрының биылғы бюджеті 5 миллиард 578 миллион 541 мың теңгені құраса, 4 миллиардтан астам бюджеті бар Астана балет театрына қатысты жағдай тіптен қызық. Мемлекет өз есебінен салып берген ғимаратты өзі жалға алуға мәжбүр болып отыр. Ол үшін жылына бюджеттен 1 миллиард 292 миллионнан астам қаражат қарастырылған. Классикалық театр мен қазақ театры қызметкерлерінің алатын жалақысына дейін едәуір айырмашылық бар. Оған негіз Астана балетте, Астана операда үкімет қаулысымен коммерциялық емес акционерлік қоғам болып құрылған. Сол арқылы қызметкерлеріне өз қалауы бойынша жоғары жалақы төлеуге мүмкіндіктері бар. Ал іргетасы сонау 1926 жылы қаланған Мұхтар Әуезов атындағы академиялық театрдан бастап қалған театрларда ондай мүмкіндік жоқ. Ең алғаш ашылған театр. Депутат Абзал Құспан көтеріп отырған ұлттық театры жайында мынадай дерек бере кетелік. Бұл театр 1926 жылы Қызылорда қаласында құрылған. Оның ең бірінші штаттағы әртістері Әміре Қашаубай, Иса Байзақ, Қажымұқан Мұңайтпас, Қалибек Қуанышбай, Құрманбек Жандарбектер болған. Енді осы алғаш рет құрылған ұлттық театрдың сахнада қандай өнерді және қалай көрсеткені жайлы Құрманбек Жандарбектің естелігін ұсынамыз. 1926 жылдың 13 қаңтар күні Нар Тәуекел деп қазақ театрының шымылдығын аштық. Сахараға келген жаңа өнер түрімен елімізді таныстырдық. Халық жатырқамай, жатсынбай, қуанышпен қарсы алды. Алдымен Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасынан үзінділер көрсетілді де, артынан үлкен концерт берілді. Міне, осы концертте қай-қайсының болса да өнерлері жеке көзге түсетін сағаты соққан сәт еді. Кімнің болса да аянып қалатын түрі жоқ. Дүбірге елегізген жүйріктей бәрінің де арқасы қозып, әруақтанып жүр. Міне сахнаға Әміре шықты. Арқаның әдемі әсем әндерін аңыратты. Ағаш аяқты айтып, күлдіріп жылатты. Ой пәлі, шырқа сабазым деп бүкіл зал қол шапалақтап, дуылдап тұрып алды. Әміре тағы әнге басты. 10-15 әнді бірден айтып шыққанда, қаншама тоймайтын құлақ болса да бірден деп қалды. Есеңгіретіп тастады.
көзімізге ыстық жас оралып, тілеуін тілеп сахна сыртында біз тұрдық. Міне, жанары сексеуілдің шоғындай жайнап, қызылға түсер қырандай болып Иса шықты. Исаға берілген тақырыптар табан астында өлең болып ағып жатыр. Оған тау мен тас, көкте, шөпте, елде, жерде, жаратылыстағы заттардың бәрі де өлең болып кете берді. Өлеңімнің мен де болдым дәрігері, азырақ желдірейін әрі-бері. Ат емес, айғыр емес қалағаның, маңдайдың әзер болса ағар тегі деп аға жөнелді. Қараған қарағайдың өркешіне, Исаның шығып кетті желкесіне. Дария шалқып жатқан өлең шіркін, айтуға тоқталамын мен несіне деп зар желіске салады. Иса әнді шабытпен айтқан кезде домбырасын цирктегі жәңгілер сияқты ойнататын, домбырасы төбесін, тақымын, желкесін, иығын, өне бойын тегіс аралап жүретін. Көзбен көретін өнердің бұл да бір үлкен қызықты түрі болатын. Иса ағайда жалғыз өлең ғана емес, өнердің осындай түрлері де бар еді. Бұлардан кейін домбырасын безеп, күлдіргі өнеріне салып, елубай жұртты мәз етті, желпінтіп тастады, тақпағын айтып серке өтті. Маған да кезек жетті. Маңдайдан тер шықты, жалғыз шапқан ат жүйрік дегендей, баяғы жеке жүрген кезімде өзімнен асқан өнерпаз жоқ сияқты көрінуші еді. Ал мынау саңлақтардың арасына түскенде көптің бірі сияқтанып қалдым. Бірақ майдан төріне шығу керек. Ағалардың асыл өнері мені де жебегендей жонданып алдым. Мен де боз жорғалаттым. Ол кезде кәрі құлағы ести бермейтін қырғыз, өзбек әндеріне басып, татарша жырлап құйқылжыттым да, сонымен тосын өнер көрсетіп, алғашқы сыннан сүрінбей өттім. Осылай айла жасамағанымда жаңағы сәйгүліктердің шаңының астында қалатын түрім бар. Мысық мұртты, сұлу кескінді пері Қалыбек сахнаға шығып, қыз ұзатуын айтқанда жұрт аң-таң болды. Сыңсыған қыз, бажылдаған кемпір, балпылдаған шал, үрген ит, мөңіреген бұзау, ұлыған қасқыр үніне салғанда, осының бәрін істеп тұрған әлде басқа біреу ме деп көрермен халық аңсарып таң қалысады. Қуырдақтың әкесін түйе сойғанда көрерсің дегендей, осы тамашаның қызықты сән салтанаты сахнаға маң-маң басып алып, Қажымұқан шыққанда сырдың бойын дуылдатып жібергендей болды. Сүймен темірлері білегіне жыланша оралады, мойнына галстукше байланады. Бес пұттық гирлерді қақпақ шылша қақты, 25 пұттық рельстерді иығына салып, екі жағына сояудай 5 жігіттен мінгізіп, шыр айналдырды. Бұлшық еттерін толқынша ойнатып, бойындағы керемет күштің көзін көрсетті. Халық мұндай да ұл туады екен-ау десті. Тамашаға жиналған жұрт қыстың ұзақ түнінде есеңгіреп барып тарасты. Сол күні жаңа жылдың басында құты мол Сырдарияның жағасында қазақтың тұңғыш театры туған еді. Қазақ тілінің буылуы. 1989 жылы Өзбекәлі Жәнібек бастаған қайраткерлер жанкештілікпен күресіп жүріп, қазақ тілі мемлекеттік тіл деген мәртебені алған еді. Тәуелсіздіктен соң қазақ тілі екінші сортты адамның тілі деген статусқа түсіп қалды. Соның кесірінен қазақ тілінде таралатын классикалық мәдени құндылықтар аяқ астына тапталды. Қазақ тілді жастардың ел ішіндегі саясатқа, ұлттық мемлекет құру деген ұлы іске араласуына жол жабылды. Таза қазақша сөйлейтін адам мемлекетте карьера жасай алмайтын деңгейге жетті. Кез келген әкімшілік қызмет орыс тілін мінсіз білу керек деген талаптан айныған емес. Орыс тілді биліктің осындай қиянаты қазақ қоғамының өмірге құштарлығын аяусыз таптап келеді. 30 жыл бойы мемлекеттік мекемеде орыс тілін білмегені үшін теперіш көрген ата-аналар балам өзімнен асып тусын деген таяз түсінікпен бала шағасын орыс мектебіне берді.
Бірақ бұл да сәтсіз стратегия. Себебі ұлттық менталитет пен мәдени идентификация тіл арқылы қалыптасады. Барлық ұлттық құндылық ана тілінің нәрмен дариды. Орта жастан асқан соң экзистенциялық күйреуге ұрынған орыс тілді қазақтар өздерінің нақты қай өркениеттің, қай мәдениеттің өкілі екенін анықтай алмай дал болды. Мыңдаған жыл тарихы бар. Алтын Орда дәуірінен бері ана тілінде империя құрып, жеке қандық болып, ана тілдерінде неше түрлі мәдени, рухани құндылықтар өндірген көшпелі қазақтың қазіргі буыны мұндай әділетсіздікке төзбей, әліге дейін ана тілі үшін күресіп келе жатыр. Үміті үзілгендер торығу мен түңілудің жеміне оп-оңай айналып кетті. Мұның басты себебі бұрынғы президенттің уәдесіне сеніп қалуы. Олардың миы 2010 жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде барлық салада қолданысқа енеді деп жоспарлап қойған. Оның уәдесіне қазақтар тұрмақ, елдегі орыстар мен еврейлер де сеніп қалған. Сенгендер бала шағасын қазақша мектепке беріп, қазақ тілі курстарына жазып, репетитор жалдаған. Аталмыш жылы президенттің өзі өтірік болып шыққан соң қазақтардың сағы сынды. Ал орыс тілді орта қайтадан орыс мектебіне оралды. 2011 жылы қазақ тілін үйрететін курстар күрт кеміп кетті. Оны үйрететін репетиторлар жұмыссыз қалды. Мемлекеттік тілді дамытатын бағдарлама шаң басқан архивтің түкпіріне кетті. 2016 жылы Мемлекеттік тілді дамыту институтының Қазақстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы деген сараптамалық жұмысы мынадай ақпарат береді. Тілдерді дамытудың 2000-2010 жылдарға арналған бағдарламасына сай, қазіргі күні мемлекеттік басқарудың барлық саласы қазақ тілінде сайрап отыруы керек еді. Іс жүргізу қазақ тіліне көшіп бітуге тиіс болатын. Бағдарламада солай жазылған, бірақ оның орындалуы былай тұрсын. 2009 жылы іс қағаздарды мемлекеттік тілге көшіру үлесін 70%-дан 60%-ға түсіріп тастады. Ең сорақысы Жарылғап Қалыбай деген азамат әуе компанияларынан мемлекеттік тілді талап еткені үшін ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен 3 тәулікке қамалды. Ал бізбен бірге тәуелсіздігін алған Латвия елінде шенеуніктер латыш тілін қолданбаса айыппұл салынады деп қынжылады. Қанша жерден қысым көрсе де, беріспей келе жатқан қазақ тілінің күрескерлеріне ең ауыр соққыны Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берді. 2016 жылы экс-президент Алматыдағы универсиада нысандарын аралап жүргенде тіл мәселесі туралы мынадай сын айтты. Біз 3 тілді білім беру жүйесін енгіздік, және бұл жолдан ауытқуға болмайды. Шенеуніктердің көбі заңнан озып, ел тұрғындарының бәрін қазақша сөйлеткісі келеді. Бірақ біз көп ұлтты ел болғандықтан оған жол бермейміз. Менің байқағаным, біреу орысша сұраса, біздің мамандар оған қазақша жауап беріп жатады. Сонда прокуратура қайда қарап отыр? Егер азамат орыс тілінде өтінім берсе, оған орысша жауап беру керек. Егер орыс тілінде сұраған азаматқа қазақша жауап берсе, ондай қызметкерді жұмыстан қуу керек деді. Назарбаевтың осы мәлімдемесінен кейін баласын қазақ мектебіне бергісі келетін қазақтардың ықыласы күрт кеміді. Қазбілім лицейінің негізін салушы Аятжан Ахметжанұлы зерттеуінен түйгеніміз 2017 жылдан бастап аралас мектептер таразы басын баса бастаған. 2022 жылдың жаңа оқу жылында Алматының Талғар ауданында жаңадан соғылған нөмірі 25 мектептен дау шықты. Жоспар бойынша бұл таза қазақ мектебі болатын. Себебі жаңа мектеп ескі қазақ мектептерінің орнына берілген еді. Бірақ ата-аналар оның аралас мектепке айналып кеткенін 1 қыркүйек күні бірақ естіген. Осыдан соң дау бұрқ ете қалды. Дәл осындай оқиға сол жылы Алматы қаласы Алатау ауданында қайталанды. Қазақтар тұратын ауданда нөмірі 209 қазақ-орыс аралас мектебін ашты. Бірақ белсенді ата-аналар оның аралас мәртебесін алып тастап,
таза қазақша болуын талап етіп тұрып алды. Ақыры жеңді. Ата-аналар аралас мектептен неге шошиды? Орыс мектебі десе неге өре түрегелді? Мәңгүрт басшылардың логикасына салсаң, бәрі дұп-дұрыс. Әркім өзі таңдаған сыныпта, қалаған тілінде оқып жатыр. Мұғалім де, оқулықта бәрі қазақша. Үзіліс кезінде балалар ортақ тіл табысады. Белсенді қазақтар ақмақ емес, араластың астарында не жатқанын жақсы біледі. Тіпті олардың өздері де аралас мектепте оқып шыққан. Енді бірі орыс мектебін бітірген. Сөйте тұра таза қазақша мектепті талап етеді. Неге? Себебі олар да өмірден тәжірибе жинаған. Аралас мектепте оқимын деп дүбәра болып шыққан. Дүбәралығы жас кезінде білінбеген, орта жастан асқасын рухани ізденіс пен мәдени сұраныс артып, экзистенциялық фрустрация күшейген кезде олар шыбын жандарын қоярға жер таппай шырылдаған. 40-тан асқан жасында курсқа барып қазақша үйренген. Енді бірі қартайғанда домбыра үйірмесіне барған. Тағы бірі дінге бет бұрғанда ата-бабасының рухани мұрасын ана тілінде оқи алмай әбден қорланған. Бұдан бөлек туыстары орыс мектебінде оқып, шовинист орыстардың хамство деп аталатын бетбақтық мінезін сіңіріп алған. Ондай типтер бір әулетте отырып, мүлікке таласқанда ұялмай, қысылмай соттаса береді. Әкесінен қалған мүлікті қара шаңыраққа ие болып қалған кенжесіне қалдырып кете беретін көргенді қазаққа мұндай менталитет миға сыймас масқара болып саналады. Осындай оқиғаларға куә болып шошып жүрген қазақтар аралас мектеп десе де төбе шашы тік тұрады. Себебі аралас деген аты ғана. Шындығында ол толық орыс мектебі деген сөз. Империя кезінен барлық салада үстемдік қылып келе жатқан орыс тілі шала жансар қазақ тілін оп-оңай жұтып қояды. Аралас мектепке қатысты саясаттанушы Дос Көшім бүй дейді. Бір аралас тілді мектепке барғанымда, мектеп директоры шараны қазақ тілінде сөйлеп ашқанымен, шара негізінен орыс тілінде өтті. Байқағаным, мектеп директорлары негізінен мәдени спорттық шараларды орыс тілінде ұйымдастырады. Құрметті оқырман, енді 2022 жылғы статистиканы қарайық. Астананың өзінде 99 мемлекеттік мектеп болса, оның 35-і қазақ тілінде білім береді. Ал 56-сы аралас, 8-і орыс тілінде оқытады. Алматыда 212 мемлекеттік мектеп болса, оның 73-і қазақ, 59-ы орыс, 77-сі аралас тілді. Ғайыптан кесілу. 1991 жылы тәуелсіздік алған кезде қазақ қоғамы ең соңғы рухани ресурстарын сарқа пайдаланып жатқан. Бұған дейін Бұхара халық адам болмысының ғайыппен байланысатын қырын бір жолы ұмытты десе де болады. Бүкіл рухани сұранысын мәдени һәм әдеби құндылықтар алмастырып келді. Бірақ бұл салауатты қоғам құруға жеткілікті фактор саналмайды. Себебі адам болмысы рухани һәм мәдени құндылықты тұтынушы ғана емес, сонымен қатар оларды өндіруші. Мұндай ең ауыр міндетті дін ғылымы ғана атқара алады. Діннің ең басты функциясы осы. Қарапайым пенденің рухани дамып, жетіліп, трансцендентті тәңірлік әлемнен саф рухани құндылықтарды тарта алатын деңгейге жетуін дін қамтамасыз етеді. Мұндай аса маңызды мұратты арқылаған ілім иелері ешбір саяси идеологияның ықпалына түспеуі керек. Олар дүниенің кез келген атақ даңқы мен мақтау марапатынан алшақ тұруға міндетті. Осындай нағыз рухани жолбасшылар пайда болғанда, мемлекеттік басшылардың өзі олардың батасын алуға ынтық болуы тиіс. Қазақ мәдениетінің тамыры 1926 жылдан бастап қиыла бастады. Советтер 39 мың ишан молданы ит жеккенге айдады. 1936-37 жылдары соттау былай тұрсын, жаппай атып өлтіру конвейері іске қосылды. Жауыққан атеизмнің мұндай жауыздығынан шошыған қазақ жұрты Қытай, Ауған, Иран сияқты елдерге босып кетті. Ілім ұстаған әулеттің бала шағасы қашқан кезде киелі кітаптардың бәрін киізге орап, тау тас пен моланың арасына көміп кетті.
Әрине, олардың 90% табылған жоқ немесе шіріп кетті. СССР-дің құрамында қалған Қазақстан Республикасы 70 жыл рухани вакуумда тұншығып қала берді. Бұдан кейін елдің рухани сұранысын мәдени саланың өнерпаздары өтеуге көшті. Бірақ оның бір қауіпті тұсы бар. Ғайыптағы мәңгілік жаратушының разылығын табу деген мұсылмандық талап әлсіреген соң, бұл саланы арзан атақ пен өткінші марапаттар матап тастайды. Сондықтан да өнер жұлдыздары мен ақын жазушылардың арасында мемлекеттік сыйлық үшін кескілескен бәсеке басталады. Бұл жай ғана жұмсақ бәсеке емес, советтік кезеңдегі мемлекеттік сыйлық пен атақ даңққа жету жолында малын да, арын да аямай сата беретін типтер көбейіп кеткен. Мұндай жанкешті бәсекеге төтеп бере алмаған әлсіздері түсініксіз жағдайлардан өмірден ерте озуға мәжбүр болды. Оның айқын дәлелі ретінде теңдессіз әнші Күләш Бәйсейітова. Ол 1957 жылы гастрольдік сапармен Қытайға барайын деп жатқанда 6 адам үстінен арыз жазып, жолын кеседі, сағын сындырады. Бәсекеге төтеп беріп бағы жанып, айы оңынан туып СССР кезіндегі атақ даңққа бөленген жұлдыздардың өзі баянсыз бақыттан жүрегі тыныштық таппады. Таппағанын содан біл, олардың дені ішкілікке салынып, тағдырын талқан қылды. Себебі ар иманның күшімен ғана толатын көкіректегі хикмет сандығын баянсыз атақтың ешбірі толтыра алмады. Болмаса, содан бір ғасыр бұрын мемлекеттік сыйлықтың заты тұрмақ, аты да жоқтын. Ескідегі өнерпаздар үшін де ең ірі сыйлық әмәнда халықтың ыстық ықыласы болатын. СССР кезеңі халықтың ықыласына бөлену деген түсінікті әлсіретіп жіберді. Мәдени майданның басталуы. Ежелден ақ ақылды адамдар ел жұртының өсіп-өнуі мәдени құндылыққа тәуелді екенін білген. Себебі мұраты биік, арманы асқақ, әр дәуірдің қаһарманы өзінен кейінгі ұрпаққа үлгі шашып, жігер сыйлап тұрады. Олардың бойында болған елдік сана жаңа буынның кеудесіне ақтарылып отырса, бұл халық өміршең келеді. Сондықтан да ел қорғаған батырлардың бәрі әмәнді сол халықтың аңыз жырына арқау болып, мәңгілік сақталып қалады. Батырларын жырға қосып, оларға мәңгілік сипат дарытатын менталитет қазақтарда көне түркі дәуірінен бар еді. Оның классикалық үлгісі Күлтегін, Шу батыр, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Алып бамсы жырлары. 10 ғасырда Қараханиттер кезінде бұл жырлар ислам элементтерімен синтезделді. Көне жырларда пір, әулие, қызыр, алла, періште, кәуір сияқты элементтер молынан кездесетін болды. Яғни көне жырлардың мистикалық мазмұны қоюланып, Құран рухымен қуаттана түсті. Шыңғысхан дәуіріндегі дүрбелең кезең басылып, Алтын Орда дәуірін нықтап орныққан соң мәдени гүлдену қайта басталды. Бұған дейін Бағдат, Мысыр, Шамда пайда болған таза ислами құндылықтар Алтын Орда топырағында екінші рет өмірін жалғастырды десе де болады. Өзбек хан мен Жәнібек хандар билік құрған тұста 1313-1357 жылдары Рабғузидің Қисса сүл әнбиясы, Әлидің Жүсіп Зылиқасы, Құсам Кәтіптің Жұмжумасы, Хорезмидің Мұхаббатнамасы, Сайф Сарайдың Гүлістаны, Құтыптың Құсырау шырыны, Кердеридің Жұмақтардың Ашық жолы сияқты жүздеген кітаптар жарық көрді. Шығармашылықтың бұлай дүмпуіне серпін берген негізгі фактор бейбіт заман. Кез келген ғылым соғыстан тыйылған, экономикасы көтерілген, айналасымен тату-тәтті қарым-қатынаста болатын және ғылымға ақша салатын елде ғана дамиды. Ғылым сол жерде ғана жеміс береді. Шығыстанушы ғалым Төрәлі Қыдырдың айтысынша, Алтын Орда хандығында таққа талас басталып, ел іші бүліне бастағанда ғұламалардың дені Мысырға қарай көшіп барады. Себебі ол кезде Мысырды Дешті Қыпшақ даласынан кеткен мәмлүктер билеп тұр еді.
әрі Мысырдағы билік қыпшақ тілінде сөйлейтін ғұламалардың тез сіңісіп кетуіне тілдік кедергі болмады. Олар Алтын Орда жерінде жырлаған әдебиетін Нәзира дәстүрімен қайта жаңғыртып жырлай берді. Кейін Осман империясы күшейгесін ғалымдар сол жаққа қарай көшіп барып, жемісін сол топырақта берді. Алтын Орда ыдыраған соң, оның алтын сынығы қазақ хандығында кетті. Қазақ хандығынан бөлек Орыс империясының қанды шеңгеліне ертерек іліккен Ноғай, Башқұрт, Қырым, татар ұлыстары ауыр езгінің астында қалып, орыстанып кетті. Алтын дәуірден қалған мол мәдени мұраны жаңғыртып отыру қазақ ұлысының міндетіне айналды. Орыс отаршылдығы 19 ғасырда қазақ даласын толық қыспақ қалды. Біздің бағымызға орай сол заманда Қазан, Уфа және Ташкент қаласында баспа өнері пайда болады. Сол заманның мәдени қайраткерлері ел аузындағы бүкіл жырлар мен аңыздарды және пайғамбарлар қиссасын кітап етіп басып шығару ісін жолға қояды. Жүсіпбек Шайхысламұлы, Ақылбек Сабаұлы, Шәді Жәңгірұлы, Ақыт Қажы, Мәшқұр Жүсіп Көпейұлы, Кете Жүсіп, Ораз Молда, Молда Мұса, Мәделі Қожа, Тұрмағамбет Жырау, Әріп Тәңірберген, Әсет Найманбай, Шәкәрім сияқты ағартушылар 1807-1918 жылдардың арасында 250-ден аса кітап шығарған. Ол кітаптары 135 рет тағы да басылып, 606.300 данамен жарық көрген. Бұл іс аз уақытта қарқын алғаны сонша, Ресей империясы ол кітаптарға цензура қою үшін Главное управление по делам печати құрады. Оның басына императорға адал берілген Смирнов есімді шовинист отырады. Оның кезінде қатаң цензура жұмыс істеп, қазақша кітаптардың таралуын тарылтады. Бірақ көзі ашық қазақтар мәдени майданды бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Жүсіпбек Шайхысламұлының өзі 1937 жылы опат болғанға дейін Қыз Жібек, Айман Шолпан, Алпамыс Батыр, Кенесары Наурызбай, Сал-Сал, Зарқұм, Жүсіп Зылиха, Мұңлық Зарлық, Шәкір Шәкірат, Мансұр Қаллаш, Мың бір түн ертегісі, Тотының 90 тарауы, Кербаланың шөлі, Дариға қыз, Атымтай Жомарт сияқты 50-ге жуық қиссаны ел аузынан жазып алып, кітап етіп жарыққа шығарды. Тек Қыз Жібек жырының өзін 7 рет басып шыққан. Баянауылда отырған Мәшқұр Жүсіп Көпейұлының өзі өлім құшқанға дейін аяғы жеткен, қолы жеткен жердегі қандай әдеби мәдени мұра бар, түгел тегіс қағазға түсіріп, үйіндегі қапқа тыға берген. Ол мес деген атпен қалған. Сол местегі жинап кеткен материалының өзі бүгінде 20 томнан асады. Тап қазір қазақ руханиятының қайта өркендеуіне осы құндылықтар өлшеусіз үлес қосып тұр. Қазақ азаматтарының өлермендігіне қайран қалмасқа шараң жоқ. Сұмдық ауыр репрессия 1938 жылы тоқтады, бірақ Қаныш Сәтбаев сияқты жүрек жұтқандар дәл осы істі 4 жылдан соң қайта қолға алды. 1942 жылы соғыс қайнап жатқанда Маңғыстаудан мұрын жырауды алдырып, Қырымның 40 батырын 40 күн жырлатып қағазға түсіреді. Ол кезде жырау 83 жасқа келіп еді. Жырды қағазға түсіріп болған соң, ертесіне филармонияның сахнасында 2 күн қатарынан Орақ Мамай мен Қарасай Қази жырларын жырлатады. Көп көрермен жинамайды. Тек Сәбит Мұханов, Мұхтар Әуезов, Ғабиден Мұстафин, Ғабит Мүсірепов, Әбділда Тәжібаев, Асқар Тоқмағамбетов, Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Исмаилов, Нығмет Сауранбаев, Ахмет Жұбанов, Әлкей Марғұлан сынды 60 шақты жазушы, ғалым қатысады. Сол жылы тұңғыш рет Қырымның 40 батыры деген атпен дастандар циклы басылып шығады.
Соғыс жылдарынан соң да Қазақ СССР ғылым академиясында ел ішіндегі оқыған, көзі ашық, білімді адамдарды іздеп табу, олар білетін мұраларды жазып алу және ол адамдарды пайдаланып қазақ руханиятына қызмет жасату деген арнайы бағдарлама болған анық. Маңғыстаудан мұрын жырауды алдырып, Қырымның 40 батырын жаздырып алу, Тұрмағамбет Ізтілеуовке шахнаманы аударту жұмыстар сол бағдарлама негізінде жасалған сияқты. Бұл тіпті 1934 жылдары қазақтың әр шалғайынан өнерпаз адамдарды Алматыға жинап, өнер мен мәдениет слетін өткізу кезеңінде басталған шығар. 1937-1938 жылы жаппай репрессия кезінде басылып қалған осы әрекет соғыстан кейін қайта жалғасқан сияқты. Зерттеуші журналист Қазыбек Құттымұратұлы мынадай дерек айтады. Сол кездері нақты айтсақ 1946 жылы жазда Ғұбайдолла Ахметұлы бұрынғы Гурьев қазіргі Атырау қаласына келіп, ағайындарын аралап жүрген кезінде оның білімін, шығыс тілдерін жетік білетінін байқаған жандар Қазақ СССР ғылым академиясына хабар жібереді. Нақтырақ айтсақ, Гурьев облысы, Новобогат қазіргі Атырау облысы, Исатай аудандық еңбекшілер депутаты кеңесінің төрағасы Жантасов Қазақ СССР ғылым академиясының президенті Қаныш Сәтбаевқа телеграмма салады. Бятск губерниясындағы пан-исламистік бағыттағы Дарул мұғалімді бітірген, араб және парсы тілдерін өте жетік меңгерген, әдебиет пен өнерді жақсы білетін жаңа қалалық 73 жастағы Қалпе Ахметов Ғұбайдолланың қазір Гурьев қаласы Совет көшесі 131 үйде екенін хабарлауды өзіме парыз санаймын. Егер сіз күзде өз филиалыңыз арқылы академияға тартсаңыз, ол біздің заманға пайдалы талай іс атқарар еді. Оны Шамғали Сарыбаев таниды. Бұл хаттан байқағанымыз, заманда молда ишан боп қудаланған ілім иелерінің өзін Қаныш Сәтбаев қорықпастан академияға жұмысқа тарта берген. Себебі бір ишанның өзі Тұрмағамбет жырау сияқты 50-ден аса жыр дастанды жатқа білетін.